Менің құзыретімде емес, менің баламды осы Қазақстан Республикасында тұрамыз. Мүгедек баламды емдетпейді. Қашанға біз өстіп қорланамыз, қашанға бізді қоғамыз басталады. Мені өлтіре салса, бүйтіп қорлағанша, Қазақстан өкіметінде заң жоқ болса, өлтірсін осы жерде. Мен шаршадым, тоздым мен. Осы Қазақстан өкіметі тоздырып атыр біз халықты. Біз неге бұған бой береміз? Біз аналар неге құқығымыз тапталады? Біздің балаларымыз неге әскерге барып, әскери борышын өтеу кезінде неге қорланады? Бұған кім тоқтау болады? Айтыңыздаршы. Мен шаршадым. Неге көмек жоқ? Осыдан неше күн талап етіп жатырмын. Неге заң жоқ? Неге әділдік жоқ? Айтыңыздаршы халқым. Не істейміз біз? Қайда барамыз? Қазақстанда заң жоқ. Қайда барамыз? Қайда барамыз? Кім тыңдайды? Мұнда отыр бәрі. Қайда президент Жайсанбаев неге шықпайды? Айтыңыздаршы, біздің баламыз кімге керек? Кімге? Сау кезінде үкіметке керек болды ғой. Енді балаларым басты ана, не баспанасы жоқ. Отанын қорғауға міндетті дейді. Отан шекараң ашық жатыр екі жағында. Қытайларын қаптап кіріп жатыр. Оянсаңдар қазақтар ау. Жерің ертең біз орысқа құл боламыз. Қытайға құл боламыз. Жерің жоқ. 10 соттық жерің жоқ. Қай кімді не үшін жібереміз балаларды әскерге қорғауға? 10 соттық жерің жоқ. Айтыңдаршы. Шындықты айтқан адам қамалып сотталып жатыр. Саяси бостандық берсін онда бәріне. Журналистеріміз бәрі сотталып кетті. Ожатыране Әйгерім Тілеужан. Думан Мұхаммед Кәрім, Марат Жыланбаевтар не үшін шығылдап кетті? Осы ғой міне заңның жоқтығынан, әділдік жоқтығынан біз қай мемлекетте өмір сүріп жатырмыз? Қай мемлекетте? Балаң мүгедек, есім көбейіп жатыр, жетімің көбейіп жатыр. Қай мемлекетте айтыңдаршы өмір сүріп жатырмыз, а? Аналар, балаларымызды біз талаптарымызды неге бәрімізде қолымызда доказательство болады. Жекеменшік экспертизаларымыз бар. Сондықтан біз талап етеміз, осы үкімет Тоқаев бер қарасын. Әскер деген бір основной инструмент қой біздің үкіметіміздің. Неге соншама біздің балаларымыз шабытпен барып, табытпен келіп жатыр? Қаншама сарбаздарымыз зорланып, қорланып жатыр. Неге менің балам үшеуден пышақталып, 26 дене жарақаттарымен қылқындырып, арқасынан темекі күйдіріп, шабытпен кеткен балам неге табытпен келу керек? Менің баламның өміріне қатысушылардың, өліміне қатысушылардың ала заң аясында жазасын берсін. Біз талап етеміз жаңа реформа. Жоқ, қаңтарда қырып салдыңдар. Ойбай еркектер несін айтасыңдар, жаңағы бүлік шығарды. Өңке келіп тұрған әйел адамдар ғой, ақ жаулықты әйел адамдар. Өз қайғысын үкіметке жеткізуге келіп тұр. Бұл жерде неменеге радиомен саңқылдап жатсыңдар? Жиналуға болмайды деп. Қазақстан Республикасының Конституциясына сүйенген реформа талабы құқықтық негіз. Бірінші бабы адам өмір құқықтары мен бостандықтары ең қымбат қазына. Әр адам өзінің құқықтары мен бостандықтарын қорғауға хақылы. 20-шы бап әркім өз еркін, өз пікірін еркін білдіруге құқылы. Азаматтар бейбіт жиналыстар өткізуге құқылы. Біз заң аясында талап етіп отырмыз. Әскери қызметшілердің ата-аналары және қоғам өкілдері Қазақстан Республикасының қорғаныс министріне, Қазақстан Республикасының өкіметінен талап етіріміз. Әділдік пен әскери жүйеде реформа енгізу туралы ұжымдық талап. Өз әскери борышын өтеу кезінде қаза тапқан мүгедек болған ата-аналар, қоғам мен өкілдері бейбіт заманда орын алып жатқан сарбаз өлімдері мен әскердегі заңсыздықтарға терең алаңдаймыз. Жас сарбаздар отан алдындағы борышын өтеп жүріп, түрлі немқұрайлықпен, әлімжеттікпен құрбанына айналуда. Қазақстан Республикасында көрсеткен адам өмірі ең жоғарғы құндылық екені қағидасына қайшы келеді. Біз ата-аналар сарбаз
тоқтату үшін белсенді араласуға дайынбыз. Сарбаздардың өмірі біздің ең басты құқылық. Негізгі талаптарымыз әскери істердің әділ және ашық тергелуін талап етеміз. Барлық сарбаз өлім мен жарақат істері бейбіт және жария түрінде тергелсін. Бұлар әскери қылмыстардың бәрін жасырып жатыр. Статистика бойынша біз білмейміз. Бүкіл ақпарат жария етілсін, біз талап етеміз. Казармада, асханада, дәліз, оқу залы сияқты барлық аумақтарда сергек камералар орнатылсын. Ата-аналар, қоғам өкілдері тергеу барысында тікелей қатыса алсын. Кінәлі тұлғалар заң алдында жауап беруін талап етеміз. Өткен істер қайта қаралсын. Күмәнді істер бойынша қайта сараптамалар, бейне материалдар мен медициналық қорытындылар қайта зерттелсін. Тергеу қоғамдық бақылау мен бақ өкілдерінің қатысуымен жүргізілсін. Тәуелсіз қоғамдық комиссия құрылсын. Комиссия құрамына ата-аналар, журналистер, қоғам өкілдері енгізілсін. Мақсаты әскери бөлімдердегі жағдайды тексеру, шағымдарды қабылдау және әділдік орнатуға ықпал ету. Әскери бөлімдегі медициналық жағдай жақсартылсын. Әр бөлімде білікті дәрігермен толық жабдықталған медпункт болсын. Сарбаз ай сайынғы медициналық тексеруден өтсін. Медициналық салғырттық фактісі үшін жауаптылар қылмыс жауапкершілікке тартылсын. Әскерде біздің балалар өліп жатыр. Ең алғашқы медициналық көмек көрсетілмеді. Сол себептен балаларымыз қайтыс болып кетті. Психологиялық және наркологиялық тексеру енгізілсін. Барлық офицер, сержанттар нарядқа түскен кезде кез келген әскери қызметші міндетті түрде психо және наркологиялық, сондай-ақ алка тексерісінен өтсін. Бұл әлім жеттікілік пен зорлық-зомбылықтың алу шарасы. Әскери тергеу орындары БУСУ, Ішкі істер министрлігіне бағындырылсын. Бұл тергеудің бейтараптылығын қамтамасыз етіп, әділ шешім шығару үшін маңызды қадам. Әскердегі тұрмыстық және әлеуметтік жағдай жақсартылсын. Сарбаз, тағам, киім, жатын орын, санитарлық талап қамтамасыз етілсін. Қызметтен соң әр сарбаз толық медициналық және тексеруден өтсін. Денсаулығына зиян келсе, мемлекет басшы мен басшылық жауап берсін. Жаңағы айтып кеттім, әскерде бүкіл сергек камералар туалетке дейін орналастырсын. Бүкіл дәліз, оқу, қай жерде жүреді, сол жерде. Бұлар әсіресе бар ғой, балаларымызды каптерка дейді, сол каптеркада ұрып соғып өлтіріп жатыр. Әскерге ең басты талабымыз әскерге шақыру жасы қайта қаралсын. 18-ден шақыру тоқтатылсын. Қызметке тек 25 жастан жоғары өз еркімен келісім шарт негізде келетін азаматтар қабылдансын. Яғни, егер осы 25 жастан алсын деп талап етіп жатырмыз, келісім шарттық қызметтік келісім шарттық әскери қызмет болсын. О жерде жоғарғы баспана мен жоғарғы айлық төленсін. 18 жас осы талап орындалмайтын болса, біз ата-аналар 18 жастағы балаларымыз әскерге жібермейміз. Әскери техника мен құрал жабдықтар жаратылсын. Осылардың әскери техникадағы танк істен БТР істен шығып кеткен. Сол танкінің астында, аягөздегі частьта бір баламыз танкінің астында қалып өлді. Одан кейін Қарағанды облысында бір баламыз әскери парашют ашылмай, списанияға кетіп қалған сол парашют. Сол парашюттардың бәрі жаңартылсын. Барлық әскери бөлімдер заманауи техника және оқу-жаттығу құралдарымен толық қамтамасыз етілсін. Ескі немесе жарамсыз құралдар уақытылы ауыстырылып, қауіпсіздік пен тиімділік қамтамасыз етілсін. Қаза тапқан немесе мүгедек болған сарбаздарға өтемақы. Конституцияның 1-ші бабы адам өмірі ең жоғарғы құндылық. 12-ші бабы әр адам құқықтары мен бостандықтарын қорғауға хақылы қағидаларына сүйене отырып, әскери қызмет кезінде қаза тапқан мүгедек болған сарбаздың отбасына өтемақы мемлекет тарапынан міндетті түрде төленсін. Өтемақы әділ, тең және әр жағда жеке қарастырып, қоғам өкілдері ата-аналардың қатысуымен анықталсын. Мемлекет әр сарбаздың өмірін қорғауға міндетті болып, келісім шарт арнайы өмір денсаулықтың кепілді сақтандыру бабы енгізілсін. Яғни біз әскерге кеткен әр сарбаздарға сақтандыру страховой кепілдігі енгізілсін деп талап етеміз. Бұл өтемақы қоғамдық әділеттік пен мемлекеттің азамат алдындағы жауапкершілігінің көрінісі ретінде қаралсын. Әділет сарбаздары қоғамның қорының рұқсаты ресурстары. Біз ата-аналар
соңғы әділет сарбаздары деген фонд ашқанбыз. Сол фондқа біз құжат тапсырғанбыз. Осы жердегі ата-аналар сол фондты ашуына тікелей мына кісілер рұқсат берсін. 20 күннен асып кетті. 15 күннің ішінде берілетін рұқсат әлі берілмей жатыр. Соны талап етеміз. Біз әскердегі болған, әскерде барып теріге, тексеруге, жасауға жаңағы ат салсамыз, сарбаздар өлімін тоқтатуға ат салсамыз, біз ата-аналар ресми түрде араласуға және сарбаз өлімін тоқтатуға дайынбыз. Әр офицер нарядқа түскен сайын алкотест, психологиялық және наркологиялық келісім алған жағдайда өткізіледі. Келісімшарттық әскери қызметке көшу, барлық әскери түрлері қызметтік шараға жүйеге көшсін. Әр әскери қызметшіге жоғарғы айлық, баспана, әлеуметтік көмек берілсін. бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартуымыз мүмкін. Өтемақы толық көлемде мемлекет тарапынан қамтамасыз етілсін. Қорытынды бұл талаптар Қазақстан Республикасының Конституциясына, еңбек кодексіне және әскери қызмет туралы заңға толық сәйкес келеді. Біздің мақсатымыз кек алу емес. Біздің балаларымыз өліп кетті, мүгедек болды. Бірақ бұл жерге біз кек алуға келіп тұрған жоқпыз. Жаңа реформаны талап етіп отырмыз. Сондықтан біздің мақсатымыз кек алу емес, балалардың өмірін қорғау, сарбаз өлімін тоқтату және әділ қоғам орнату. Сарбаз өлімі тоқталсын, әділдік орнасын, реформа болсын. Құрметпен Қазақстан Республикасының әскери қызметшілердің ата-аналары мен қоғам өкілдері. Міне осындай бассыздықтар өте көп. Менің балам міне Щучинск қаласындағы әскери колледжде оқып, басынан жарақат алды, оқ жарақатын. Самайдан кірген оқ баламның басын тесіп шықты. 2 метр қалған жерде видеозапись бүлінген. Жаңағы судебный экспертизада дәлелденіп тұр. Бала, сіздің балаңызды жаңағы саусақ, автоматтан саусақ іздерін анықтай алмадық. Бірақ Мұсаев Уланға тесіле дейді. Сондай сараптамалар жасалып жатыр. Бұл әділетті ме? Менің балам мұнарада тұрған жерде, 2 метр қалған жерде камералар жойылған. Бұған кім жауап береді? 3 жыл, 4 ай болды. Әділдік жоқ. Біз осыны талап етеміз. Бассыздыққа жол бермейміз. Сарбаз өлімі тоқталсын. Міне мына жерде ата-аналардың бәрі кеп тұр. Әр қайсының жағдайы әртүрлі. Айтыңыздар. Жасырмаңыздар. Мен балам 74-261 в прошлом году поехал служить в город Шахтер. Его незаконно осудили на 12 лет, исполняя приказ. Менің балам 2 сарбазды 12 жылға бірнеше рет сигарет береді акиматтың қызметкерлері. Сондықтан тоқтату. Заңдарын жүреді сендердің. Қалдырғана 400 бала өлді ғой. Бірайын тонналап ұстатып беріп қалайсың сонда. Рұқсат бар. Ұлбар шығар, армияға жіберіп өлмесеңдер. Бұлай өлмесің ертең бала. Лауазымдың уақытша нәрсе алтындай деген ертең өлгенде жауап бересіңдер. Әрбір Их сделали исполнителями своего дела. Приказ, комбат Костай дал приказ, 3 солдат выполнили приказ. И от бездействия ответственного лица, который не освободила задержанного после доклада, смерть наступила от бездействия командования. Фактически смерть наступила по вине других лиц. Таким образом, суд фактически переложил вину командования, недостатки организации учений на подчиненных солдат, которые лишь выполняли приказ. Сонда как в нашей армии? Значит, надо не выполнять приказ. Они выполнили. Майор Костай дал приказ. Солдаты выполнили. Они пришли, доложили дежурному по роте о выполнении доклада. Но вот этот вот дежурный по роте Алимулда, он не пошел, не проверял этого задержанного человека. По его вине человек погиб.
Бар деші мына кісімен. Мұрат аға екеуіңіз бар келіңіздерші. Айтыңыздар. Біз қазір журналистпен кірмесек талап орындалмайды. Сау кезінде үкіметке керек болды ғой. Енді не балаларым, жалғыз басты сендер ана, не баспанасы Отанын жоқ. қорғауға міндетті дейді. Отан шекараң ашық жатыр екі жағында. Қытайларың қаптап кіріп жатыр. Оянсаңдар қазақтар ау, жерің ертең біз орысқа құл боламыз, Қытайға құл боламыз. Жерің жоқ, 30 соттық жерің жоқ. Қай кімді не үшін жібереміз балаларды әскерге қорғауға? 30 соттық жерің жоқ. Айтыңдаршы. Шындықты айтқан адам қамалып сотталып жатыр. Саяси бостандық берсін онда бәріне. Журналистеріміз бәрі сотталып кетті. Бұл жатыр әне Әйгерім Тілеужат. Думан Мұхамбет Кәрім, Марат Сыланбаевтарың не үшін шырылдап кетті? Осы ғой міне заңның жоқтығынан, әділдік жоқтығынан біз қай мемлекетте өмір сүріп жатырмыз? Қай мемлекетте?